Ене әңгімесі 8-ші бөлім. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Негізі мамам үнемі болмайтын жерден ұрыс шығарып абысынға тиісе береді деді. Келгелі байқап жүрмін деді. Кіші келіннен мұндайды күтпеп едім. Ұлым ашулы көзбен маған бір қарады да бөлмесіне кіріп кетті. Мен ашуланып, кіші келінге ұрыса жөнелдім. Неге олай айтып отырсың десем, келінім маған тік қарап тұрып, мен көргенімді бар шындықты айттым. Мен келгенде сіз де менің тәтеме бар шындықты айттыңыз ғой, бар жағдайыңызды айттыңыз. Мен де сол секілді бар жағдайды айттым деп еш саспай дәрілерін жинап кетіп қалды. Мен шок болып тұрған жерімде состиып қалдым. Сол жағдайдан кейін араға бір апта салып, келінім үлкен немере қызымды бақшаға беріп, ұлын кіші келінге табыстап, жұмысқа шығып кетті. Таңертең ұлыммен жұмысқа кетеді, кешке бірге келеді. Атасы немеремді бақшаға апарады, кешке қайта алып келеді. Үлкен келін маған мүлде қарамай да сөйлемей қойды. Ұлым да үнсіз, келіншегімен бірге жұмысқа барып келіп жүрді. Осы аралықта көп ұзатпай, кіші келіннің құдалығын жасадық. Жаңа құдалармен таныстық. Ол кісілер өте жақсы адамдар екен. Ата-анасы жоғары білімді, көзі ашық, қызметте істейтін кісілер екен. Туыстары да бақуат тұратыны көрініп тұрды. Әкесі біраз ренжіп, сөйлеп алды. Қызымды той жасап ұзата алмадым. Келген жерінде де ақ көйлек кимеді деп. Оған бізден еш кінә жоқ еді. Жағдай солай болды. Біз қалың мал білмесек те, шешесі парызым деп жасауын әкеп берді. Құдалық өткеннен кейін бір күні бәріміз таңғы ас ішіп отырғанда, үлкен ұлым, папа, мама, енді қолдарыңызда келін бар. Інім осы қара шаңыраққа ие болады. Бізге баталарыңызбен рұқсаттарыңызды беріңіздер. Мен бөлек шығамын деді. Бұл біз үшін күтпеген жаңалық болды. Әкесі дереу, қайда кетесіңдер? Пәтерден пәтерге қаңғымақшысың ба? Балаң әлі кішкентай, қиналасың ғой. Неге асығыс шешім қабылдадың? деді.Інің үйленді екен деп, сені ешкім қуып жатқан жоқ қой, деп ренжігендей сөйледі. Ұлым маған қарады. Менің ішім қылып ете қалды. Ұлым, бәрібір ерте ме кеш пе, бөлек шығамыз, сол үшін ертерек қамдана берейін деді. Қаладағы жұмысындағы бастығының қала шетінде салынып бітпеген үйі бар екен. Сол үйін сатқалы жүр екен. Ұлым сол бастығымен сөйлесіп, келісіп, сол үйді алатын болыпты. Жарты ақшасын өзі, жарты ақшасын қайынатасы беретін болыпты. Мұны естігенде шалым ашуланды. Қайынатаңнан ақша алма деді. Бірақ ұлым кейін қайтарып беретін болып келісіпті. Шалымның көңіл күйі түсіп қалды. Немерелерін қатты жақсы көретін еді. Менің де ішім ашып, жүрегім сыздап қалды. Көңілім құлазып, немерелерімді қимадым. Ұлынымды келінім алып бара жатқандай болды маған. Арада бір ай салып өткен соң, ұлым сол үйді сатып алды. Сөйтіп 2 бөлмесін бітіріп, келін бар жасауын тіпті қасықтарына дейін жинап, көшіп кетті. Үлкен келінім кетерінде атасымен жылы қоштасып, маған аман жүріңіз деді де, артына бұрылмастан көлікке отырып кетіп қалды. Кіші ұл келін екеуі көмектесіп көшірісуге бірге кетті. Үйіміз құлазып, өлі тыныштық орнады. Күйеуім бүк түсіп жатып қалды. Мен де біртүрлі көңілім құлазып жатып қалдым. Сөйтіп кіші келінмен тұра бастадық. Үлкенім жайғасып алған соң үйге шақырамыз деп айтып жіберіпті. Кіші келін абысын секілді емес еді. Ай күні жақындаған сайын тез шаршап қалатын. Таңертең кеш тұратын еді.
мен ерте тұрып сиыр сауып таңғы ас дайындамайсың ба десем, ұлым анандай ішімен қалай сиыр сауады, өзіңіз сауа салмайсыз ба дейді. Үлкен келінім 2 баласын босанғанша таңертең ерте тұрып сиырды да сауып үйдің бар тірлігіне үлгеретін еді. Жалғасы бар.